Сәлем қыздар, бүгін сіздермен оразкөл осындай өте дәмді болып шығатын сметаны дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Және де ол мен үшін өте маңызды. Ең алдымен ұнымызды осылай ыдысымызға салып аламыз. Оның үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап майдалайтын боламыз. Осылай ұнымызбен бірге жақсылап езіп араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жарып тастайтын боламыз. Жұмыртқамызды жарып, құмшекерімізді саламыз. Және де үстіне қопсытқышымызды саламыз, яғни разъехтель. Және де үстіне мен бір жұмыртқа салып жібердім. Осылай барлығын салып болғаннан кейін қолымыздың көмегімен иілеп аламыз. Егер де ұндарыңыз иленіп, қамырларыңыз бірікпей жатса, кішкене мөлшерде су құйып жіберсеңіздер болады. Осылай қамырымызды илеп болғаннан кейін холодильникке 5-10 минутқа салып қойсаңыздар болады. Осылай қолға кішкене жабысатын өте жұмсақ тесто шығады бізде. Келесі кезекте арасына салатын начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 3 жұмыртқа керек. Осылай жұмыртқаларымыздың барлығын жарып аламыз. Және де үстіне құмшекерімізді салып, венчиктің көмегімен құмшекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Рецептті описанияда қалдырамын, сол жақтан көрсеңіздер болады. Осылай құмшекеріміз ерігенше жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне қаймақты салатын боламыз. Қаймақты өздеріңіз 20% қолдансаңыздар да болады. Араластырып болғаннан кейін үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймағымыздың барлығын салып болғаннан кейін венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мен бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Үйлеріңізге шаймен бірге ішкенге өте керемет. Барлығын біркелкі араластырып болғаннан кейін келесі кезекте қамырымызды дайындайтын боламыз. Табамызды кішкене майлап, не болмаса пергамент қағазын төсеп, қамырымызды осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырды видеодағыдай жайып аламыз. Осылай барлығын біркелкі етіп жайып болғаннан кейін үстіне начинкасын төсейтін боламыз. Осылай сұйық болады бізде. Осылай барлығын құйып аламыз. Сол арада қыздар пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Осылай дайын болғаннан кейін пешке салатын боламыз. Егер менің сметанем осылай шықты, кішкене пешім спиралынан төбесі осылай кішкене қызарды. Бұл дәмі деген өте керемет болып шықты. Сметанеміз пісіп болғаннан кейін оны пештен алып 2-3 сағатқа салқын жерге қойып қоямыз. Сол кезде біздің сметанеміз қатты әрі өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, видеоны лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.